Бәріңізге сәлем, бұл Алтын балық каналы. Бүгінгі видеода ең экстремалды қорқынышты шоуларды көрсететін боламын. Ең үлкен биіктіктен секіру, үлкен құрттар және де су түбіне сүңгу. Бұндай шоулар бізді өте қатты қорқытып қана қоймай, өте қатты таңғалдыратыны анық. Олай болса бастайық. Қорқыныш факторы. Бұл әлемдегі ең бірінші қорқынышты шоулардың бірі болды. Бұл NBC каналында 2001 жылы көрсетіле бастады. Бұл шоу әлемнің 40-тан астам мемлекетінің телеэкрандарында көрсетілді. Шоу бірден аяқтала қоймастан бірнеше бөлімдерден тұрды. Және де бұлда қатысқан адамдар $50,000 ақш долларына ие болған мүмкіндік алды. Жеңімпаз адамға $50,000 ақш доллары берілді. Шоудың қаталдығы соншалық, олар мықты адамдардың өзі төтеп беру өте қиын. Оларды суға батырады, аспаннан тастай салады, шеке ет береді, тіпті атын атағын келмейтін заттарды да береді. Киллер караоке. Бұл шоуда ең басты міндет өз ән айтуыңды тоқтатпау керек. Өйткені бұл шоуда неше түрлі сынақтар беріледі. Осы сәттерде өз ән айтуыңды тоқтатып қалмау керек. Оңай деп ойлап отырған шығарсыздар, алайда олай емес. Оларды неше түрлі тышқаны бар жерге салады, және де бассейнге толтырылған жыландардың арасына салу арқылы олардың ән айтуын тоқтатуға тырысады. Нағыз ән айтуды жақсы көретін адамдардың өзі ондай сәттерде өзінің ән айтуын тоқтатуға мәжбүр болады. Бұл шоу нағыз әншілердің шоуы емес, бұл шоу нағыз шыңғыратын адамдардың шоуы секілді көрінеді. Қорыққан адамдар шыңғыруға кіріседі. Бұның барлығы жеңімпазға берілетін $10,000 үшін. Челлендж атты бұл шоуда неше түрлі сынақтар берілді. Ол сынақтарды төтеп беру өте қиын деп айтсам болады. Бұл шоуда алдыңғы бөлімде қатысқан адамдар қайтадан қайталап қатысып отырды. Бұлар өздерінің мықтылығын сынап көру үшін және де ақша алу үшін қатысты. Джонни Бананас атты адам бұл шоуға қатысу арқылы өзіне $300,000 ақша алды. Адамдар ақша алу үшін қандай сынақтарға бармайды? Бүгінгі видеода болған сынақтардың ішінде сіз қайсысын қайталап, оларды жасай алар едіңіз? Осы жайлы комментарийға жазып кетіңіз. Және де бүгінгі видео ұнаған болса, лайкты басуды ұмытпаңыз, міндетті түрде басыңыз.